Қаламыз облыс орталығы атанғалы зәулім ғимараттар жарыса бой көтеруде. Түрлі түске боялған көп қабатты тұрғын үйлер мен мемлекеттік мекемелердің барлығы дерлік жаңа қала аумағында салынып үлгерді. Жарнамалары жер жарған тұрғын үйлерге сұраныста жоқ емес. Дегенмен тырнақтап ақша жинап баспана алған тұрғындардың тұрғын үйдің сапасына көңілі толмайтынын да аңғардық. Өз басым мен бұны январдан бері үйді алдым, қаңтар айынан бастап. Келгелі бері проблема ғой. Ана жерден су кетеді, болмаса лифті. 2 күн істесең 2 күн істемейді бізде лифті. Осындай жағдай көп кездесіп жатыр. Суымызда да проблема. Сосын бізде мынау газ емес, жаңағы электр пешпенен тамақ істейміз. Свет өшіп қалса бір күн деп 2 күн деп мысалға болды өткендерде. Ондай кезде біз аш қаламыз, тамақ та ішпейміз. Мінекей сол свет жағынан проблема бар, су жағынан проблема бар. Одан кейін мынау әжітханамызда дымоходтары дұрыс істелмеген. Міне сасық иіс келеді өзімізге қайтып. Осындай жағдайлар бар бізде өте күрделі. Жаңақала мөлтек ауданында салынған бұл үйлерді тұрғындар таласып алуда, алайда қуаныштары көпке созылмады. Себебі пайдалануға берілгеніне 1 жыл толмаған тұрғын үйдің сыр шертіп тұрған тұстары жетерлік. Біз 5-ші этажда тұрамыз. Лифт істейді, то істемейді. Біреу істейді, біреу істемейді. Егер біреу істемесе, хорошо, екіншімен жүре бересің ғой. Бүгін уже екеуі де істемейді. Мен 5-ші этажда тұрамын. Мен жаспын, иә. Мен мініп түскенге мен шаршамаймын. Бірақ 12-ші этажда тұратындарға оңай болмайды деп ойлаймын да, поэтому шынымен де бұл тегін беріліп жатқан жоқ қой. Тегін беріліп жатса мен түсінетінемін. Ладно, қалай болсын солай жасады ғой деп. Базынасын айтқан тұрғындар тек 12 қабаттан тұратын 72 пәтерлік тұрғын үйдің мәселесін көтерді. Дегенмен журналистік зерттеу барысында тұрғын үй ауласындағы мынадай олқылықтарға да көз жетті. Қоқыс жәшіктеріне арнайы орын қарастырылмаған, тоқ сымдар жердің бетінде бедірейіп жатыр, тіпті қоршау да қойылмаған. Ойын балдарының қол жететін жер осындай қауіпті деңгейде тұр. Дегенмен оны аңғарар басшылық жоқтай. Себебі қала әкімдігіне бірнеше шағым білдіргенбіз, тиісінше әдеттегідей мардымды жауап қайтпады дейді тұрғындар. Сіздер әкімдіктегі жауапты мамандарға осы шағымдарыңызды айттыңыздар ма? Айттық. Біз оны шындығына келгенде бізден уже шаршап кеткен шығармыз. Жаңа көрдіңіз ғой, Кәрім ағай. Сол прораб бізге қарайтын. Осы кісіге барып біз жауап жасаймыз, ертең істейміз, арғын істейміз, қоя тұрыңыз. Ойғыры айтамыз, ешқай талап біздің орындалып жатқан жоқ. Әр айтылған сынның артында тұрғындарымыздың еңбегі жатыр. Себебі бөліп төлеуге алынған үйлердің бағасы қалықтап тұрғанын айтпаса да белгілі. Дегенмен бағасына лайықты баспана болса, тұрғындар да бұлай шағымданбас еді. Ержан Смағұл, Жаңа Тұран, анық ақпаратпен жедел жаңалық.